Сәлем баршаңызға, сіздермен бүгін қысқа арналған баклажан салатын дайындайтын боламыз. Дәмі өте ерекше, керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді және де комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Достар, қараңыздаршы, өте керемет болып шығады. Достар, жасамаған болсаңыздар, жасап көріңіздер, міндетті түрде. Ең алдымен бізге 1,5 килограмм баклажанымызды дәл осылай турап суға салып аламыз. Одан кейінгі кезекте бізде 1 килограмм сәбіз, 3 килограмм помидор және де 1 бас пияз қолдандым, 1 таласшы бұрыш, 2 бас чесногым және де қара бұрыштың майда түрі, лавр жапырағы, татымына қарай тұз бен қантымыз және де тәтті бұрыш 1,5 килограмм. Дәл осы ет тартқыштың көмегімен өткізіп алдым барлығын. Достар, мінекей мен барлығын да өткізіп алдым. Ет тартқышымыздың көмегімен тек қана пиязымызды бұл жерде кубиктап турап алдым. Енді кезекте қызып тұрған қазанымызға ең алдымен турап алған пияздарымызды қуырып алатын боламыз. Сарғайғанша жақсылап қуырамыз. Достар, мұнда мен инстаграм парақшам бар. Инстаграм парақшама да тіркеле кетіңіздер. Ол жақта да әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Достар, мұнда енді кезекте сәбізімізді жақсылап қуырып аламыз үстіне салып. Барлығында жақсылап қуырсаңыздар, әрқайсының өзіндік ерекше дәмдері болады. Ерекше болып шығады дәмі. Ендігі кезекте үстінен баклажандарымызды салып, баклажанымызды да жақсылап қуырып алатын боламыз. Баклажанымызды ет тартқыштың көмегімен өткізген кезде міндетті түрде су бөлінеді. Сол суынан сорғытып алыңыздар. Суының бізге мүлде қажеті жоқ. Ендігі кезекте үстінен тәтті бұрышымызды салатын боламыз. Тәтті бұрышымызды да жақсылап араластырамыз. Осы қоспаларымыздың барлығын жақсылап қуырамыз. Үстінен және де помидорымызды саламыз. Мен дәл осы шыны ыдыспен 2 бөліп құйып алдым. Достар, мінекей ендігі кезекте жақсылап араластыратын боламыз помидорымызды. Одан кейін қайнауын күтетін боламыз. Достар, менің YouTube каналымда басқа да торттың, салаттың, барлық тәтті дәмділердің рецепті бар. Көріп қарап шықсаңыздар болады толықтай. Мінекей достар, енді кезекте қайнады. Үстінен қара бұрышымызды саламыз, татымына қарай. Және де лавр жапырақтарын салатын боламыз. Ұнатпасаңыз, қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Мінекей, енді кезекте тұзымызды салып, менде дәл осы жерде қантты салған жерім видеоға түспей қалыпты. 2 ас қасық қант салып алдым. Барлығында жақсылап араластырыңыздар. Менде жаңағы ащы бұрышым, чесногымды помидорыммен өткізіп алған болатынмын. Помидорыммен бірге қостым. Тағы да кішкене тұз салдым. Аздау сияқты көрінді. Мінекей достар, енді кезекте жай отта қайнататын боласыздар. Мен 1,5 сағат қайнаттым. Себебі баклажанның жақсы піскені дұрыс. Мінекей қапағын жауып 1,5 сағат жай отта қайнатып алдым. Мінекей достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, менің салатымның көлемі де азайды. Светі де өте әдемі болып шықты. Дәмі тіптен ерекше болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Қыстың күні рақаттанып отырып жейтін салаттардың бірі. Мінекей достар, банкілерімді стерильдеп, салаттарымды жауып алдым. Менде 5 литрден аса шықты. Мінекей достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Арнамның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Сау болыңыздар.